Саламатсыздар ма, құрметті студенттер? Бүгінгі біздің сабағымыздың тақырыбы Ұлы Отан соғысы. 1939 жылы жалпы тарихтан білеміз, әлемдік тарихтан екінші дүниежүзілік соғысы басталды. Осы екінші дүниежүзілік соғыстың құрамдас бөлігі ретінде 1941-45 жылдары Ұлы Отан соғысы болды. Ұлы Отан соғысына қазақстандықтар тікелей араласты деп айтуымызға болады. Себебі жалпы қазақстандықтардан бірнеше әскери құрамалар қатысты. Солардың ішінде атақты 316-шы, кейін 8-ші гвардиялық дивизияны. Одан қалды жалпы Ұлы Отан соғысы кезінде Қазақстанның жері, Қазақстанның байлығы, одан кейін барып жалпы Қазақстанның әлеуметтік табиғи потенциалы Ұлы Отан соғысына майдан арсеналы ретінде жұмылдырылды. Сондықтан Қазақстанның жерінде тікелей соғыс қимылдары болмағанымен де Қазақстан Ұлы Отан соғысына қатысқан мемлекеттердің бірі болып саналады. Сондықтан біз Ұлы Отан соғысы деген тақырыпты осы қазақ тарихын оқыған кезде міндетті түрде өтеміз. Жезқазған тарихи-археологиялық музейінің қабырғасында Ұлы Отан соғысына арнайы дәстүрлі түрде өзіміздің көрмемізді жасақтаған құрған болатынбыз. Осы көрменің қысқаша мәнін, мазмұнын сіздерге таныстырып өтейін. Одан кейін жалпы осы өңірдегі Ұлы Отан соғысына қатысқан азаматтар жайында, осы өңірдегі жалпы Ұлы Отан соғысына жұмылдырылған әскери күштер жайында айтып өтеміз. Жалпы 1941-45 жылдары Ұлы Отан соғысына Қазақстанның жері, сонымен қоса осы Ұлытау, Жезқазған, жалпы орталық Қазақстанның бүкіл табиғи, одан кейін барып адам ресурстары жұмылдырды. Мысалы, сол кезде 20 ғасырдағы түсті индустрияның ірі флагманы болып табылатын Қарсақпай мыс қорыту заводында 10 оқтың 9-ы осы Қарсақпайда құйылды. Сіздер оны жақсы білесіздер. Сонымен қоса Байқоңыр кеншілерінің ерлігі, Жезқазған мыс қорыту заводының Жезқазған кеншілерінің ерлігі, одан қалды Қарсақпай жеріндегі басқа да түсті металлургияға байланысты жасалынған ірі тарихи дүниелерді айтуымызға болады. Енді Ұлы Отан соғысы біткеннен кейін жалпы осы Жезқазған тарихи-археологиялық музейінің Жезқазған облысы кезінде сол кезде соғыста белгісіз кеткен, белгісіз болып қалған азаматтарды зерттейтін поисковая группа деген бар. Міне осы жұмыс жүргізді. Осы группаның құрамында Жезқазған тарихи-археологиялық музейінің қызметкері Постаногов Михаил деген кісі осы поисковая группаның құрамында жұмыс істеді. Енді осы кезде табылған жәдігерлер, сонымен қоса Ұлы Отан соғысына қатысты осы өңірдегі құйылған тарихи дүниелердің мәселелері осы жерде көрсетілді. Мысалы, сіздер көріп тұрсыздар, мына жерде сол кездегі, соғыс кезіндегі пайдаланылған заттар, мылтық, одан кейін барып сол кездегі жәдігерлер, одан кейін барып соғыс қаруының қалдықтары. Одан кейін сонымен қоса сол кездегі телефон, радио қабылдағыш, портсигары, міне осылардың барлығы осы Жезқазған тарихи-археологиялық музейінің қорында бар. Назарларыңызды мынаған аударғым келеді. Осы өңірде бірнеше еңбектің тыл ардагерлері шықты. Солардың ішінде біз Ысқақ Анарқұловты бөлек айтуымызға болады. Бұл кісі сол кездегі еңбекшілердің, стахановшылардың алдында жүрген тарихи тұлға деп айтуымызға болады. Сонымен қоса көрмеде бізде жауынгерлердің медальдары көрсетілген. Сонымен қоса сол кездегі әлеуметтік қажетті заттар, сол кездегі әскери адамдардың, әскер азаматтардың қолданған өздерінің заттары. Байқап отырсыздар, барлығы бұлардың темірден жасалынған. Өйткені бұл сол кезде пайдалануға ыңғайлы, әрі бұл сынбау ретінде жасалынған. Енді мына жерде көріп тұрсыздар, мынау экспозицияда
мынау экспозицияда осы экспозициядағы жоғары жақтағы тұрған азаматтардың барлығы Ұлы Отан соғысынан осы өңірден аттанған азаматтар. Мысалы, Үншібаев деген азамат 3 мәрте даңқ орденінің кавалері. Сонымен қоса осы өңірден Курятов деген азамат шықты. Осы екеуі Ұлы Отан соғысында ерлік көрсетіп, 3 мәрте даңқ орденінің иегері деген абыройға, атаққа ие болды. Осы кісілер осы жерге келгеннен кейін халықтың арасында қоғамдық, одан кейін бар басқа да жұмыстарды атқарған тұғын. Сонымен қоса біз мына жерде қару-жарақтарды көріп тұрсыз. Мынау мылтықтың түрлері, одан кейін бар мынау жауынгердің каскасы темірден жасалынған. Мынау енді касканың жауынгер соғыс кезінде пайдаланған. Сонымен қоса біз айтуымызға болады, мынау оқ деген немесе мылтықтың бір шеті тиген деп айтуымызға болады. Одан кейін бар мынау жақындап көрулеріңізге болады. Мына жерде мынау қарудың магазині. Көрдіңіздер ме? Мынау пистолеттің өзінің қоржыны, мынау оқ салатын дорбашасы. Көрдіңіздер ме? Мынау қазан ошақ, қазанды қайнатып, қазанға тамақты пісірген кезде қолданатын ошағы. Көрдіңіздер ғой? Сонымен қоса мен сіздердің назарларыңызды мынаған аударғым келеді. Осы өңірде Ұлы Отан соғысы кезінде мынау 90-шы жылдардан бастап, 92-91-ші жылдардан бастап Жезқазған өңірінен кеткен, яғни облыс кезінде Жезқазған өңірінен кеткен, бірақ хабарсыз, ошарсыз кеткен азаматтар өте көп болды. Сол азаматтардың барлығын тауып, қай жерде жерленгендігі, қай жерде қайтыс болғандығы, қандай жағдайда қайтыс болғандығы, қай жерде соғысқа кеткендігі жайында ақпар беретін энциклопедиялық деңгейдегі үлкен ең алғашқы жұмыс жасалынды. Енді ол жұмыстың басқасында бірнеше жұмыс тобы болды. Бұл жұмыс тобының басында осы өңірге белгілі өлкетанушы Сүтемген Тақабайұлы Бүкіров деген азамат болды. Енді бұл кісі туралы қысқаша айтсақ, бұл кісі ең алғашқы рет 69-70 жылдары осы Жезқазған тарихи археологиялық музейінен бұрын тарихи өндірістік музей болды. Сол музейдің негізін қалап, соның ең алғашқы басшысы болды. Кейін 78-80 жылдары осы музейдің алғаш ашылған кезде осы музейге де басшы болды. Кейін бұл мынау Зерде деген қордың боздақтар деген бағдарламасы бойынша жұмыс істеді. Енді бұл кісінің бір еңбегі мына азаматтардың басым көпшілігіне әрқайсысына шамасы жеткенше біраз мақалалар жазып шықты, танымдық мақалалар. Көрдіңіздер ме? Сондықтан біз айтуымызға болады, қазіргі кезде біздің өңірімізден бірнеше мыңдаған, бірнеше жүздеген азаматтар соғысқа кетті. Олардың хабарсыз кеткендер қаншама. Міне сол хабарсыз кеткендерінің барлығы мынау боздақтар деген 2 томдық еңбекте жинастырылып кіргізілген. Осылардың ішінде сіздердің аталарыңыз, бабаларыңыз да бар. Көрдіңіздер ме? Сондықтан бұл боздақтар кітабы сол кездегі Ұлы Отан соғысында қаза болған, яғни шейіт болған азаматтарға арналған үлкен тарихи ескерткіш. Енді балалар, сабақтарыңыз тыңдағандарыңызға рахмет. Еліміз көркейіп, тәуелсіздігіміз нығая берсін. Сіздерге әр уақытта білім, ғылым жолында талмай еңбек етулеріңізге тілектеспін.